Райымбек бұлағы. Ертедегі бір кездерде жер бетінде Райымбек батыр өмір сүріпті. Ол өзінің сарбаздарымен бірге қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан қорғаған болатын. Ауыр шайқастар жүріп жатқан. Бір кездері жауды қуып келе жатып, Райымбектің жауынгерлері шөл далаға тап келеді. Олар сусап шөлдейді, сөйтіп су іздеуге кіріседі. Ұзақ шарлайды, бірақ еш жерден бұлақ таппайды. Сарбаздар әлсірей түседі. Сонда Райымбек батыр бар күшімен ұрып, найзасын жерге қадайды. Ал найзаны қайта суырып алғанда, сол жерден су шапшып шығады. Сонау бұлақ осы уақытқа дейін Алматы облысының Қарақастек ауылында мөп-мөлдір болып тұнып ағып жатыр. Халық сол тұманы қасиетті деп санайды, және оны Райымбек бұлағы деп атап кеткен.